Сәлем баршаңызға. Бүгін мен ауызашарға гүл ханым жасадым. Өте дәмді, сочный, мочный, осындай әдемі, қасында чесночный соусымен жасадым. Сіздерге осыны рецептімен бөлісемін. Алдымен су 0,5 литр и 1 жұмыртқа, 100 грамм сұйық май, 2 шай қасық тұз жақсылап араластырып, керегінше ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Оны бірнеше уақытқа қойып қоямыз, минутқа. Оған дейін салмасын дайындаймыз. 4 пияз, 4-5 картошка, 2 сәбіз барлығын теркадан өткізіп, фаршты араластырып, дайындап қоям. 3 суалаға арнап 3-ке бөліп қойдым. Кішірек 3 суала шықты. Барлығын суала қылып, қайтадан қойып қоям 10 минутқа. 10 минуттан соң қамырымды жаям. Жақсылап үлкен қылып, жұқа қылып жайып, арасына майдың бәрін біртегіс жағып шығып, видеодағыдай бөліп аламыз. Ортасына салмасын салып, осылай видеодағыдай бұрап, гүл қылып шығарамыз. Оның барлығы мантаваркеге салып, 45-50 минуттай қайнатамыз. Оған дейін мен соусын жасай берем. 6-7 дана чеснокты майдалап турап, 1 қасық бұрыш, 1 шай қасық тұз, 1 қасық томат салып, керегінше су құямыз, яғни сұйық болғанша кішігірім судан құя отырып, сұйықтау соус жасап аламыз. Соусы дайын, тамағымызға қосып, батырып жей береміз. Қалағанымызша. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер.